Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай ұлттық тамақ 5 бармақты жасайтын боламыз. Ол үшін үлкен ыдысымызға су құйып, етімізді, қазымызды саламыз. Қазыларыңыз егер ортасынан бөлсеңіздер, оны тігіп немесе осылай байласаңыздар болады. Суды молынан құйып, қайнағанша бетін жауып қоямыз. Ал енді қамырға кірісетін болсақ, бізге қажет ұн, тұз, бір жұмыртқа, кішкене пісте май. Егер қаласаңыздар қамыр сары болсын десеңіздер, куркума қоссаңыздар болады. Ол өз еріктеріңізде. Және де жылы суға осылай жылы сумен қосып илейтін боламыз. Қамырдың массасы біркелкі болып араластыру керек, яғни арасында түйіршік қалмау қажет. Жақсылап қамырымызды илейміз. Мен барлығын көз мөлшермен саламын, яғни грамм деп өлшеп тұрмаймын. Барлығын араластырып алдым осылай. Және осы дайындалған массаны қамырдың үстінен құйып илейтін боламыз. Қамыр қатты болғаны дұрысырақ. 5 бармаққа жұмсақ қамыр езіліп кетеді. Енді қолмен араластыра беруге болады. Жаймаға қарағанда қолдан жасалған қамыр өте дәмді шығады. Мінекей бізде осындай қамыр дайын болды. Оны бірнеше уақытқа қойып қойдым, бетін жауып. Және де оны жаюға кірісеміз. Жаймас бұрын қолмен икемдеп аламыз, тез жайылу үшін. Мінекей менің қамырым дайын болды. Осылай жұп-жұқа етіп жайып алдым. Біз жұмыртқа мен куркума қосқандықтан қамыр осылай сап-сары болды. Оны кесіп дайындап аламыз. Суымызды қайнатып қоямыз. Және жаңа қайнап тұрған сорпадан етті сүзіп аламыз. Бетіндегі майын қамырдың бетіне құятын боламыз. Мінекей бізде осындай 5 бармақ дайын болды.